Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын корындық дайындаймыз, яғни сосиску в тесте дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне бір шай қасық тұз, бір шай қасық қант салдым. Жақсылап араластырамыз. Бір стакан сүт құйдым. Жақсылап араластырып, бір стакан ұн саламыз. Араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Араластырамыз. Неге бізде осындай қоймалжың масса пайда болу керек? Егер сіздерде қатты қою болып кетсе, біраз су құюға болады. Осындай шұңғылдау ыдысымызға құямыз. Неге дайын бізде. Енді сосискаларымызды, яғни шұжықтарымызды дайындаймыз. Алдымен шұжықтарымызды осылай ашып дайындаймыз. Халалдығына назар аударыңыздар. Осылай ашып дайындап аламыз. Ортасынан бөліп жасадым мен. Бізге осындай шпажкалар қажет. Алдын ала осылай түйреп дайындап қоямыз. Бәрін осылай дайындап аламыз. Шұңғылдау ыдысымызға майды көбірек құйып, енді сұйықтыққа осылай қамырымызға батырып, артық қамырларды сорғытып, майға салып қуырамыз. Тез дайын болады. Артық қамырларды осылай сорғытып аламыз. Басқаларында осылай пісіріп аламыз. 2-ден, 3-ден, 4-ден сала береміз. Неге бізде дайын, өте әдемі болып дайын болып шықты. Тез әрі оңай дайындалады. Менің отбасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.